Парламент өтпәшті. Парламент халық вакилі органы бұлыдан тұттады. Хакимият халық арты бірән бұралды. Халық та шулай керісім шейлі. Ол неше парламент? Биттіз бұрып бұла. Халықтың өзіңе арты бірән. 2 ел информациядан махрум етсең, гласность деген нәрсені бітіріп. Халық баштап ашуы келе, неге мұны білмейміз, неге мұны айтмайлар, неге мұны сөйлемейлер. 1 елдан күнігі аулаларға. 2-ші елдан ары керегі жоқ. Мына бізде татмедия деген бір нәрсе ұйыштырып. Бір пайда көрінмегенге кейін цензура кіртіп, гласность деген нәрсені бітіріп. Халықны біз шын барлықтан дәулет шыннан бездірдік. Шыннан қазір халық қызып самай қолын сілді. Болмасы, кішілері сонда өзіге. 2-ші ағада болды. Біз закон қабыл еткеш тұқтап қалабыз. Закон болды, демек іш кетті деген сөз. Бір уақытта да закон өзі ішлемей, әгер шыны ішлерге тиешіні көз алдында тұтмасақ. Әгер халық контролінде болмаса хакимият, бір законда ішлемей. Халық контролінде болсын үшін закон, хакимият халықны құрарға тиеш. Тағын бір аксиомын айтады. Әр хакимият өзі үшін мінәшілейді. Her hakimiyet o'zi için minashli. Boshqasına pag'ilmaydi. Boshqasına pag'ilani majbur etsalar. Hakimiyet xalq ishini ishlasin uchun, u xalqning tug'ilirga tegish. Mana shunday bir paradoksni aytasan. Anglab bo'ladimi? Xalq ishini ishlaydigan hakimiyet bo'lsin uchun, hakimiyet xalqning tug'ilirga tegish. Shu shaqda u xalqdir. U baribir bu shaqda da o'zi uchun minashli. Onun o'zi uchun ishlashi, xalq uchun ishlashi. Міне шундай парламентіміз жоқ, шундай хөкүмәтіміз жоқ. Біздің олар байыры. Мұғайын нендері бір тетірәнгеш 8-9 баллық нәрсе болмышы өзгермес. Ең мәшәрі, біздің 26 ел ішінде бір гіне қарарымыз да, бір гіне законымыз да татарша қабыл етілді. Русша қабыл етілгеш татаршаға тәржіме етілді. Демек ол тауышқа қойылмаған екен, аны татарша тексті уже закон түгіл. Міне шындай парадокс. Татарстанда қабыл етілген законларының татаршалары бірсі де закон түгіл. Çünkü onlar tavuşta koyulmaz.